басшысы халықты алға бастаушы адам. Президент болу екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Ол үшін үлкен кемеңгерлік және асқан жауапкершілік, сонымен қатар мықты саясаткер болуың керек. Президенттің бір ғана міндеті бар, ол халықты жарқын болашаққа жетелеу. Егер мен президент болсам, ұлт пен тілдің мәртебесін көтеріп, сонымен қатар жастардың шетелдегідей білім алып, білім сапасын жақсартатын едім. Және үшінші, зейнеткерлердің зейнетақысын көтеріп, халықтың ешқандай жағдайдан қиналмауын қадағалайтын едім. Қолымнан келгенше қамтамасыз етіп, жағдайы жоқ отбасылардың санын азайтуға тырысатын едім. Жақын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батырлар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балаң. Ашық аспан астында мәр